Hey guys, this is my vlog and welcome back to my channel. Привет, друзья! Мен универге бара жатырмын. Бала өте қатты. Мен ысқырып. Мен заказ еткен сабақтар істеп мен ойлап. Надеюсь, кешікпеймін деп. Автобус өтіп кетпесе екен. Сол ойланысты. Все. Қазір универде кездескенше. Салам. Моей судьбы ночь, печаль и плеск души, лунный свет и майский дождь в небесах. Я орыс тілі бітті енді қазір. Я английский. Земной расы, громкий смех. Здесь сабақ бітті. Айнұр, Жансая. Болды. Все, давайте. Пока. И достар, мен қазір отырып жатырмын. Чтобы ертеңгі дұшқалада На заре небеса зовут меня. Сол достар, мен отырарға бара жатырмын. Отырар деген ол кітапхана. И дала өте суық. Менде басым вообще жауырынған жоқ, потому что я капюшон бүкіл нәрседен қорғалып екен. Ойбай. И қазір мен отырарда бір 4 километр алдым, потом шешіп одан атып отырамын. Шөлден. И мына бетті қараңдар. Мында өту үшін сізде надо карточка болады. Пропуск. На заре голоса зовут меня. На заре небеса зовут меня. На заре голоса зовут меня. Достар, мен қазір китайскийдан бүкіл диалогтарды иероглифпен жазатырмын. И жоқ, бірақ прогресс нормально менде болып жатыр. И андай мотивациямда болып тұр сабақ оқуға деген. Енді ертең үрбешкада көретін боламыз. Ертең емес үрбешка, әр күні негізінде. И менде біз 10 сабақ өттік. Сол 10 сабақтың да диалогын жазу керекпін. Менде қазір 3-ші сабақтың 1-ші диалогын жазып жатырмын. Ничего, үлгерем. 2 сағат уақытым бар. 2 сағатта бүкіл диалогты бітіремін деген ойдамын.
Автобус. Şimdi bir adam var. Енді 15 минутке бойы бірақ жетте мың адам өзі. Қазір мен занеме. Ал достар. Ойбай деп кинотық. Күндерге Дарина мен Диас жақында қапты. Ераны білмеймін, шығамын шықпаймын. Бұл жолы мен еш нәрсе ұйымдастырған жоқпын деп па. Киноға барамыз дейді ғой, киноға! Кино болса кино. Шино болса шино. И обязательно қолғап киеміз, достар. Потому что далада минус 40 градус. На қол вақтың өзінен үс қаласыңдар. Менде қазір ішімде бір колготки, бір гамаш, джинсы бар. Джинсы. Потом не бар. Үстінде кемпір, потом жилетка и все. Ну, енді кішкене қамдап киіну керек еді. Кішкене қолым жаурап қалды. Но ничего страшного. Главное, басамын болса, барамын. Наяқта бұрында жазда дейтін адам қырылып жүретін қазір ешкім жоқ. Қазір как будто мектепке барып сияқты ощущение. Ой, универім. Әлі үйренсем де білім барымыз деп. Білмеймін, қайқа баратым, қазір керуенге қарай баратым. Оны қаққан сөйтін құдай біледі. Біз покажу вам потом. Менің класстастарымды қалай өзгерткенін. Нағыз класстағылардың бәрін сендер. Енді көресіңдер, әдей біріне блог саған сөйлесін. Андағында секіріп өтті, жақын. Кейіпірлер сияқты. Не шайын? Андағында секіріп өтті. Міне келді, көрдік. Тамақ күтіп. Жрать. Киноға кіреміз. Осы жега заказ беріп қойған көрдім азырчы. Үстіне 60 теңге қосты. Кейсіз заказ бересің. Бокс мастер. О, достар, қолмен тигізуге болмайды. 5-6 шет болды. Кішкене жүретін жерлері. Дарина, не алайын деп отырсың? Алайын işte. Ет алайық. Ең жақсы. Қалайсың? Жақсы. Тойың болайын деп жатыр екен. Құтты болсын. Шақырмадым. Дариналар шығарып салып. Дариналар шығарып салып. Үйге келсем, магазинге жұмсап ем. Ну ладно. И мен қазір Жанелге барып, үйге жейтін нәрсе алу керек. Бұл ақшаның бірірін. Достар. Басым жуап едім. Енді бірге бұл макияж сүртетін боламыз. Ең алдымен бет қолын жуалап.
ровный бег моей судьбы. Ночь, печаль и плеск души, лунный свет и майский дождь в небесах. Долгий век моей звезды, сонный блеск земной росы, громкий смех. Я, достар, бұл влог не о чёмский болып бітіп қалды, но біреу жазып бітті просто. Сондай реакция. Короче, достар, мен потом енді влогымды не істеп жатырмын да, монтаждап жатырмын. И осы уақытқа дейін мен шашымды қырсам, бұл жайында бөлек влог. И, короче, достар, бұл влог не үшін не о чёмский болып бітті. Потому что мен вообще есімнен шығып кетті влог жайлы. И не бар, соны салдым. Алдыда бір тақырыпта видео түсіретін боламын. Осы видео ұнаса, лайк, коммент күтемін. Және де мен оқырмандарым көбейіп жатыр екен күннен күнге. Менің арнама қош келдіңіздер, және де қазір сау болыңыздар. Мен барлықтарыңызды жақсы көремін.